Практика бұл жоғарғы кәсіптік білім беру процесінде ең негізгі бөлікті түзет. Ал студенттің оқу процесінде теориялық, илими, методикалық алған білімдерін реалды мектеп шартында болсын, же өндірішті шығармашылық менен қолдануға бағытталған оқытуны ұйыштырудың бір формасы қатары есептелінді. Практика негізінен Ош мемлекеттік университетінде екі бөліктен тұрады. Біріншісі өндіріштік практикалар, бұға жалаң мектеп мұғалімдерінен емес, башқа әдістіктер кіреді. Ал эми педагогикалық практика болып, бұға болашақ мұғалімдер шул практикадан өтішеді. Оқу планының мемлекеттік стандарттың негізінде студенттер милдетті түрде практика шығышады. Ең көйгөйлүү маселе болып жатат, күндө барыш керек бар. Ар бір күн ошол буйрук менен чыккан күндөрү толук барат. Күнүнө 6 сааттан студент практикада сабагы болсо дагы, болбосо дагы ошол жерде болуп класс менен иштешет. Эгерде мындай болбой калса, мектеп администрациясы аларды практикада четтетип коюуга укугу бар. Практиканын жүрүшүндө студенттер мына байткы теориялык билимдерин колдоп, ошо конкреттүү иш-чарада өзүнүн болочок кесип жөнүндө ушу билип ошол жерде колдонуп, келечекте кандай адис болсо ошого керектүү ыкма-чогууларды алышат. Адаптациялык педагогикалык деп атат. Бул мында биринчи, экинчи курста чыгышып, ал негизинен окуу процесси жөнүндө таанышат, анда сабак бербейт, бир гана тарбиялык иште 1 саат тарбиялык иш жүргүзүп келет. Экинчиси кесиптик базалык, бул класс жетекчинин ролун аткарып туруп, сабактарды өтүп келишет. Үчүнчү кесиптик профилдик, бул эки практиканын жыйынтыгы, ушул эң негизги калыптануучу этап ушул болуп эсептелинет. Андан сырткары, мына табияттанууларда окуу талаа практикалары бар. Филология адистигинде фольклордук практикалар бар, этнографиялык практикалар бар, искусство багытында пленер дегендер бар. Ушуну дагы тарыхчылар музей, архивдик ушул түрлөрүндө чыгып келишет.